Мынау біздің 5-ші класста Қарасу мектебінде оқыған кез Зекен Исмаилов деген ағамыз сол кезде суретке түсіретін еді ғой. Ал енді мен мына бірінші партада отырғандардан бастап айтайын. Бұл мынау Дәукен Айтмұхамбетов, аты кім еді, Нұрдәулет пе еді, ұмытып та қалыппыз ғой, өзі кезінде Дәукен дейтін едік қой. Қасында отырған Заханов Марат, оның артында отырған Базархан, ол ең артында отырған мен Тоты. Ана суреттің өзінде кішкене жартылай көрінетінмін. Өзім орным өжер емес, мына Мерекенің қасында отыратын, білмеймін, сол жерге барып отырыппын ғой. Сонан кейін енді мына екінші қатар, бірінші қатар ғой, енді мына жақтан мынау Тілектес деген бала, мынау артындағы Мәдихан бе дейді, сол баланы білмеймін, сол кезде сол соңғы кезде бізбен бірге оқымады ау деймін. Одан кейін оның артында отырған Мереке Тарастан келіп оқитын бе еді, сонда арның артында тұрған Тәңірберген Бекишев деген бала. Оның артында отырған міне Күлшетайдың қасында отырған Бақытхан. Оның артында отырған мынау Шолпан осы Шолпан аты есімде қалыпты, осы бір мұғалімнің қызы ма еді, мұғалімнің қарындасы ма еді. Сонда енді есім, соңғы кезде осы қыз бізбен оқыды ма, оқымады ма білмеймін. Оның анау түпкірде отырған Дулат деген бала тұғын. Ал енді естелік осы.